Қайырлы күн, сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбым Наурыз мерекесінде жасалатын арнайы рәсім болғандықтан, сіздерді осы жаңа жылымызбен, ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесімен, әр қазақ елін, қазақ жұртын шын жүректен құттықтаймын. Ырыс береке мол болсын әр шаңырақта, ризық несібеміз мол болсын, ынтымақ пен бірлік, ауызбіршілігіміз болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ең бастысы еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ал енді алла қаласа ниет етіп, бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Негізі осы Наурыз мерекесі күн мен түннің теңелетін уақыты. Қазіргі таңда бүкіл ғалымдардың дәлелдеу бойынша сондай керемет пікір айтып жатыр. Жер планетасында, жер қозғалысында жердің вибрациясы сондай жылдамдықпен көтеріліп жатқанын, қазіргі таңда адамдардың барлығы рухани білім алу керек, рухани азық жинау керек деп қаншама жаңағыдай эксперт мамандарымыз да ғылыми дәлелдемелерді келтіріп айтып жатыр. Қазіргі осы күн мен түннің теңелесетін уақыты осы ұлыстың ұлы күнінде 21-нен 22-сіне қараған түн екен. Осы күні арнайы енді ең бірінші алла ниет етіп отырмын, алла қаласа бүкіл осы жаңа жылға біз жаңа серпінмен, сондай жаңа толқынмен, жаңа бір вибрациямен біз кіруіміз керек. Сонда ғана барып біз ниет етейік ең алдымен, осы 2026 жылдың мұсылман күнтізбесі бойынша қазақтың жаңадай жаңа жылы осы 2026 жылдың наурыз айынан басталады ғой. Жаңа ай шығып, жаңадай жаңа ру процесі жүреді дегендей, сол кезде біз ниет еттік алла разылығы үшін. Осы 2026 жылға өміріміз, отбасымызда сондай берекелі, мерекелі жыл болсын, ризық несібеміз мол болсын деген ниетпен, алла қаласа сол ниетімізді ең бірінші айтып жасауымыз керек, қыздар. Екінші, біз мына жерде мен сіздерге арнайы техникаларды, бір 5-6 бір техникаларды бергім келіп тұр. Арнайы бұл өте практикалық жұмыстар, қыздар. Практикалық жұмыстар негізі өте керемет адамға әсерін береді. Біз осы практикалық жұмыстарды өзіміздің өмірімізге енгізген кезде, өзіміздің ішкі халімізге үңілген кезде, біздің өмірімізде керемет серпіліс, керемет күшті бір жаңа толқын келеді. Сол себепті осы сабақты ниет етіп, алла қаласа бастағалы отырмын. Ал онда кеттік. Біздің негізгі бірінші тапсырмамыз адам не себепті мынау өмірінде жетістікке жетпей жатыр деген сондай сұрақ бола ма сіздердің өмірлеріңізде? Барлығы керемет бір дамып жатқан сияқты, тек қана бір сіз бір орныңызда тұрсыз, қозғаласыз, әрекет жасайсыз, бірақ та бір мүмкіндіктердің есігі ашылмай жатқан сияқты, энергияңыз өте төмен түсіп кеткен сияқты. Қанша әрекеттенсеңіз де ақшаңыз мол болмай жатыр, ризық несібесі кішкене келмей жатқан сияқты, көңіл күйіңіз жоқ, отбасыңызда, отношенияда барлығы бір құрдымға кетіп жатқан сияқты состояние бола ма? Егер де сондай состояние болып жатса, алла қаласа, осы рәсімдердің барлығын өзіңіз бүгін шын ниетіңізбен ниет еттім алла разылығы үшін деп бастап көріңізші. Онда қолыңызға бір жапырақ қағаз алыңыз. Бір жапырақ қағазбен бізге тек қана мындай ручка ғана керек. Сол ручканы алып, бүгін өзіңіздің бойыңыздағы ескі әдеттерден айырылыңыз. Біз адамның мына мінезі түзелмей, мін түзелмейді. Біз ең бірінші өзімізден бастау керекпіз да. Біз жан-жақтан, айналадан көп адам бақыт іздейді, айналада бақыт жоқ. Мен әрбір алдыма келген клиентіме, әрбір алдыма келген адамға айтамын, бүкіл бақыттың барлығы біз өзіміздің ішімізде. Ең бірінші сіз өзіңізден бастау керексіз. Өзіңіздің ескі әдеттерден қалыптасу, ескі әдеттерден арылу техникасы. Бұл бірінші тапсырма. Өзіңізге ұнамайтын әдеттерден арылып бастаңыз. Сіз өзіңізді жалқаумын деп сезінесіз бе? Ұйқы сапасын реттеу, денсаулықты реттеу, ол жерде бүкіл шкаланың барлығы кіреді. Қандай нәрселер сіз өзіңізге ұнамай жүр кейінгі кезде? Сол ескі әдеттердің барлығын жазып шығыңыз. Одан кейін екінші техника бұл өзіңіздің кейінге қалдырып жүрген іс-әрекеттеріңіз. Сіз не нәрсені кейінге қалдырып жүрсіз? Денсаулығыңызды ауырып жүр, бірақ қарала алмай жүрсіз. Міндетті түрде жазыңыз. И балаңыздың мәселесі бойынша
балаңызды бір үйірмелерге бергіңіз келеді, балаңызды бір дамытқыңыз келеді. Ол мәселені де қарастырыңыз. Отношение жағынан сіз өзіңіз қазіргі таңда қандай мәселені сіз қозғай алмай жатсыз? Отношениядан қай жерден ақау кетіп жатыр? Осы мәселені қарастырыңыз. Яғни сіздің өміріңізде кейінге қалдырып жүрген іс-әрекеттердің тізімін жазып шығыңызшы. Сол кезде сізде мына басыңызда, миыңызда хаос болмайды. Біз миымызда хаос болған кезде, миымызда неше түрлі фокусты жан-жаққа біз шашыратып жүрген кезде, біздің қалаған нәтижеге біз А точкадан Б точкаға жетуіміз өте қиын болып кетеді. Сол себепті мен сіздерге жаңағыдай әдетті қалыптастыру, жаман әдетті жазып шығыңыз бір поляға, и сіз соны қандай әдетке айналдырғыңыз келеді, өзіңізді қандай жазираға айналдырғыңыз келеді, вот сол нәрсенің бәрін жазып шығыңыз. Мінезіңіз, иә, ол жерде міндетті түрде өзіңіздің жаңағыдай бет күтіміңіз, өзіңіздің денсаулығыңыз, өзіңіздің білім сапасы, яғни қандай білімді сіз қабылдағыңыз келеді, қандай білім алғыңыз келеді өміріңізде, сол нәрсенің барлығын жазып шығыңыз. Одан кейін келесі жылға, келесі ақ парақтың жарты жағына именно қандай нәрсені қалайсыз, сол нәрсені жазасыз. Ал екінші мәселе ол анық, яғни кейінге қалдырып жүрген істеріңіз. Не нәрсені сіз кейінге қалдырып жүрсіз? Ылғи да осы нәрсені мен кейін жасаймын. Жасағыңыз келеді, бірақ кейінге қалдырасыз. Именно біздің бүкіл энергиямыздың барлығы, мынау шелек болады, шелектің түбі тесік болса су ағып кетеді ғой. Сол сияқты бүкіл біздің энергиямызды жеп жатқан осы нәрселер. Соны аздан күнделікті іс-әрекетке жасап, жаңағыдай кейінге қалдырып жүрген ісіңіздің барлығын өзінің орнына қойып, аздан болсын жасасаңыз, сіздің энергияңыз кетпейді. Наоборот, сіздің бойыңызда сенімділік келеді. Самооценкаңыз өзіңіздің көтеріліп бастайды. Бұл екінші техника беріп жатқаным. Ал енді үшінші техника бұл өкпе реніштен арылу. Яғни біз 2026 жылға, жаңа жылға, иә, жаңа күнге өзімізді ниет етіп отырғаннан кейін, кіммен сіз өкпе реніш болды араңызда, сонымен міндетті түрде татуласу рәсімін жасаңыз. Болмаса ол адамның бетіне барып айта алмаймын десеңіз, міндетті түрде ол адамға алғыс айтыңыз. Сіз алғыс айтқан кезде ол сіз мына жақта отырып күшті энергияны жібересіз, ал ол энергия міндетті түрде өзінің жұмысын жасайтын болады. Осы әр техниканың барлығына мен қазір жеке арнайы сабақ түсірейін деп ниет етіп отырмын. Сол кезде сіздерге толыққанды кәдімгідей курс сияқты сабақ беремін. Сол кезде сіз арнайы практиканы жасасаңыз болады. Ал енді біз келесі бір техника, ол үйді тазалау. Яғни біз ескі жылдан қалған кимейтін киімдеріміз, ұстамайтын заттарымыз, кейін қолданамын, мынау кейін арықтағанда қолданамын, кейін киемін деген заттарыңыз болса, 1-2-3 жылдай кимеген киімдеріңіз болса, сіз оны міндетті түрде кимейсіз. Шынымен ол гардеробта тұра береді. Ал ол сол заттың барлығынан не себепті құтылуымыз керек деген сұрақ туындайтын болса, ол бізде өмір болғаннан кейін ыдыс-аяқ сыңғырламай тұрмайды, иә, бүкіл жаман энергетиканы алып қалады екен. Тұра берген зат ол жаман энергияны алады. Сол себепті кимейтін киімдеріңіз болса, міндетті түрде оны шыны керек берудің қажеті жоқ. Енді ол менің жеке пікірім, өртеп жіберген дұрыс. Себебі біздің жауырынымызға тиген киім, жауырынымызға жабысқан киім, ол бас киімді негізі бермейді дейді. Өзіңнің жауырыныңа тиген киімді бермейді деп ырымдап жатады ғой енді апаларымыз. Міндетті түрде өртеп жіберіңіз. Яғни осы әдіспен жасаңыз, болмаса Конмаридің әдістемесімен магическая уборка деген кино бар, фильм бар, ютубтан қарасаңыз, и сол фильмді көрсеңізде сізде саналы түрде сол заттардан арылу мүмкіндігі туады. Яғни алла қаласа біз бүкіл бойымыздағы ескі әдеттен құтылдық, өкпе реніштен құтылдық, бүкіл энергиямызды жеп жатқан бүкіл жаңағыдай жасалынбай жатқан іс-әрекеттерді жасап бастасақ, иә, одан кейін үйімізді тазалап, мусорларды тазалап, миымыздағы бүкіл қоқыстарды тазалап, миымызда тұрған фрирайтинг деген осы ютуб арнамда техника бар, мидағы қоқыстан арылу техникасы. Соны да міндетті түрде қосып жіберіңіз. 4-ші, 5-ші болып кете берсін.
сол кезде мынау жаңа күнге жаңа толқынмен серпіліспен шығатын боламыз. Алла қаласа, осы наурыз мерекесінде 21-нен 22-сіне қараған түні осы техникаларды жасаңыз. Ал Алла қаласа, мінекей 22 наурыз ұлыстың ұлы күні, әз наурыз мерекесінде отбасыңызға сондай керемет мерекелік дастархан жасаңыз. Мерекелік шуақ, шаттықты үйіңізге мына көктемнің шуақты күніндей алып келуге ниет етіңіз. Дастарханыңызды молайтып, ақ мол болсын деген ниетпен, әйтеуір әр отбасыға сыйлық беріңіз, шамаңыз келіп жатса. Сіздің жайған дастарханыңыздың өзі отбасы үшін үлкен сыйлық. Алла қаласа ниет етіңіз да, бүгінгі жаңағыдай мерекелік дастарханмен ең бірінші Аллаға алғысымызды айтамыз, мадақ мақтауымызды айтамыз. Алланың беріп жатқан әрбір ризық несібесіне рахмет айтамыз. Яғни Алла келесі бір жылда менің өміріме сондай керемет күшті бір серпіліс әкелуіңді, менің өмірімді сондай керемет жаққа өзгертуіңді, мен өзімнің өміріме рұқсат бердім, мен сондай өмірді қабылдаймын деп сіз өзіңізге рұқсат беріп үйреніңізші. Сіз өзіңізге рұқсат беру техникасы өте керемет жұмыс жасайды, қыздар. Именно осы сөзді сіз өзіңізге ниет етіп айтсаңыз, кәдімгідей денеңізде вибрацияны сезесіз. Денеңіздің өзі бір сондай керемет қуанышты әсер алатын болады. И келесі күні сіздің өміріңізде өзінен өзі бір керемет ғажайыптар, керемет өзгерістер, өзінен өзі мүмкіндіктердің есігі ашылатын болады, Алла қаласа. Бүгінгі негізгі сіздерге осы наурыз мерекесінде жасалатын рәсімім осы. Ниет етіп өмірлеріңізде қолданып көріңіздер. Мүмкіндігінше лайк басып, комментарий жазып, кері байланыс жасаңыздар, жекеме шығып, міндетті түрде жаңағыдай техникаларды алсаңыздар да болады, толыққанды сіздерге ақпарат та беріледі. Арнайы менде мастер-класстар бар. Сол мастер-класста біз бір айлық проработка, бір айлық разбор, бір айлық жаңағыдай жеке әр адаммен практикалық жұмыс жасаймын. Ол тақырып жөнінде де сіздер менің жекеме шығып түсінсеңіздер болады. Ол жерде міндетті түрде энергияны көтеру, бізде керемет күшті фишка жаңағыдай аксес барысты бастағы 32 нүктеге жасайтын арнайы энергия бар, маг терапия бар. Алла қаласа ниет етіп отырмын, осы маг терапияны да сіздерге қосамын. Жекемен шығып, осы тақырыптар жөнінде толыққанды сұрасаңыздар болады. Қазір қыздар отыратын заман емес. Қазіргі сәтте біз энергиялық деңгейімізді, рухани білімімізді көтермесек, біз төменгі вибрацияда, төменгі толқында жүреміз да. Ал отбасының ұйытқысы негізі әйел адам ғой. Әйел адам білім алған кезде, әйел адам өзінің энергиясын сондай жоғары көтерген кезде, оның қасындағы ер адам шылдап ұйықтап жатса да, оның энергиясы өте қарқынды дамып кетеді. Балаларының да вибрациясы өте сондай жоғарғы серпіліске шығады. Сол себепті әйел адамдар ұйықтамаңыздар. Біз отбасының ұйытқысы болғандықтан әлемді тербетеміз, шыны керек білім алып жатсақ. Сол себепті міндетті түрде өмірлеріңізге қолданыңыздар. Жаңағы берген техниканың барлығы 100% жұмыс жасайды. Мен каждый сабақты мен өзімнің бойымнан өткіземін, практикалық жұмыс жасаймын. Нәтижесін көрем ба, міндетті түрде халыққа ұсынамын. Ал сәттілік сіздерге, берекелі қайырлы білім болсын баршаңызға.